бүгінгі көңіл күйімізді көтеру мақсатында көңілді шаттық шеңберін құрып алайық. Ондай болса, орнымыздан тұрайық. Темірлан, мен сізге бүгінгі күніңізге сәттілік тілеймін. Нұрлан, мен саған бүгінгі күнің қуанышқа толсын. Бүгінгі күніңе жақсы жоспар құр. Рахмет. Ерасыл, бүгінгі күнге саған ерекше білім алдым. Бұйырса. Белар, мен саған бүгінгі сабаққа жақсы көңіл күй сыйлаймын. Жас, саған бүгін белсенді болуды тілеймін. Әділ, саған бүгінгі күнге жақсылық тілеймін. Елдар, бүгінгі күнің бақытты. Камшат, бүгінгі күнің сәтті өтсін. Рахмет. Апай, мен сізге бар бақытты тілеймін. Амин, рахмет үлкен. Отырыңыздар. Жақсы, сабағымызды бастамас бұрын үй тапсырмасына кезек берсек, үй тапсырмасын тексеріп алайық. Үй тапсырмасында алдыңғы жолы сіздерге студент, стипендия және де сессия кестесін құру берілген. Кім дайын? Мен дайын, көрсетсең ала режимісінде. Жақсы, тапшырсаңыз. Мен бұл үй жұмысында конструктор режимінде өрістерді толтырып, керек мәліметтерді енгіздім және студент емтихан деген кестені толтырдым. Жақсы, рахмет, отырыңыз. Мен бұл жерде өрістерді қолдана отырып, кестеге сай екі кестені толықтырдым. Оларға кестеге сай өзінің мәліметтерін енгіздім. Мәліметтерін енгіздіңіз. Жақсы, рахмет, үлкен, отырыңыз. Жақсы, үй тапсырмасын тексеріп болсақ, бүгінгі сабаққа назар аударсақ, тақтада не көріп тұрсыздар? Жоспар көріп тұрмыз. Жоспар, жақсы. Диаграмма көріп тұрсыздар. Тігін кестесі, өте жақсы. Кестелерді көріп тұрмыз. Осылардан не шығаруға болады? Аксыз және Аксыз бағдарламасы, өйткені неге аксыз? Өйткені біз алдыңғы сабақтан бері кесте құрамыз, форма жасаймыз, жақсы. Таблица құрамыз. Бүгінгі бізде сабағымыз аксесте кесте құру. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты аксесте конструктор режимінде кесте құруды үйрену. Жалпы енді өздеріңіз алдыңғы сабақтан бері білетіндей, аксес бұл бізде мәліметтер қорының басқару жүйесіне ие. Аксестің объектілерімен енді бүгінгі сабақта танысып өтсек, аксестің 6 объектісі бар. Бұл бізде кестелер, сұраныстар, есептер, формалар, макростар және модульдар. Және де осыларға жеке-жеке тоқталып өтсек. Жалпы енді кесте бұл бізде мәліметтер қорының негізгі объектісі болып табылады. Форма кей жағдайларда бұл әртүрлі жазуларға сақталған ақпараттарды енгізе аламыз. Формада суреттерді немесе суреттердің түрлерін өзгертуге бізге өте қолайлы. Есеп, мәліметтер қорын жұмыс жасаған кезде керек ақпаратты баспаға шығару үшін бізге қажетті. Сұраныс, аксесте сұраныс алдын ала дайындалған сұрақ. Яғни сіз кез келген запросты, сұранысты өздеріңіздің сұрауларыңызға қарай енгізе аласыздар. Макрос бұл бізде арнайы тілде жазылған макромандар жиыны болып табылады. Және де соңғы модуль ақпаратты өңдеу процедураларының жиынтығы болып саналады. Өздеріңізге бұл жердегі керек ақпаратты өздеріңізге түртіп отырыңыздар. Өйткені алдың сабақтарымыздың барлығы осы теорияға байланысты болады. Мәліметтер қорындағы барлық деректер бұл бізде кестеде сақталады. Кесте бұл өрістер мен жазбалардан құралған. Кестенің әрбір бағаны, өріс және де әрбір жолы бұл жазбалардан құралады. Өздеріңізге берілген мына жерде бізде бастапқы кілт және сыртқы кілт берілген. Енді осы бастапқы және сыртқы кілт бойынша топқа бөлініп алсақ, бүгін сіздерге осындай 3 түрлі түстер алып келдім. Осы түстерді бірінші алсаңыздар. Темірлан, сен осылай.
Жақсы. Енді қағаздарымызды аштыңыздар. Ашайық. Яғни сіздерге бұл жерде Instagram, TikTok және де Telegram желісі, осы 3 интернет желісін алып келдім. Бұл желілер бойынша 3 топқа бөлінсек. Instagram'дар bir топ, Telegram'дар bir топ, және де TikTok'дар bir топ болды. Тез бөліне қалай? Жақсы, 3 топқа бөлініп алсақ, 3 топқа 3 тапсырма. 3 тапсырмада сіздерге бастапқы кілт және сыртқы кілт берілген, және де 3-ші топ оның айырмашылығын айтады. Бұл джигсо әдісі, бұл әдісте сіздер өздеріңізге берілген мәліметті бірінші өздеріңіз оқып, көріп, және де оны қазір талқылайтын боламыз. Жақсы, ары қаратай сіздерге берілген мәліметтер бойынша 3 топ, 3 мәселені қарастырылады. Жалпы сіздерде мәселе тұр. Ол мәселенің себептерін TikTok, деректер, Telegram және де қорытындысын Instagram желілері айтатын боласыздар. Жақсы ғой? Бұны плакат жүзінде баспа қылдырып, осында шығарып, және де ортаға шығып қорғайтын боласыздар. Талқылап болсаңыздар, қағаз бетіне түсірсеңіздер, ондай болса ортаға шығып, бір-бірімізді бағалайық. Бағалаған кезде сіздерге мынандай стикерлар беремін. Әрбір топқа жасыл бұл бізде жақсы деген сөз, қызыл бұл бізде қанағаттанарлық, сары бұл бізде жауаптарымызға әлі де шикілік бар деген сөз. Сөйтіп бір-бірімізді бағалаймыз. Ондай болса ортаға қалай бастапқы кілттен бастайық. Telegram желісі ма сіздерге? Telegram желісі ортаға шықсын. Бастапқы кілт ол кестедегі жазылғаны бірегей түрде анықтайды. Кестедегі тек бір негізгі кілт бар. Бастапқы кілттің нөлдік мәні болуы мүмкін емес. Жақсы. Жақсы, рахмет, отырыңыздар орныңызға. Әрбір кезде әрбір жазба үшін бірнеше рет қайталанады. Жақсы. Негізгі кілт өрісінде ол бір мәнге қайтадан қайталанбайды. Жасырын жазбаларды анықтау үшін арнайы сайт жасалған. Жақсы, өте тамаша. Рахмет үлкен, отырыңыздар. Жақсы, келесі топ. Шықса ортаға. Қорытынды, иә? Арасындағы айырмашылықты талқыламас бұрын, екеуін қысқаша кіріспе айтайық. Кіріспе деректер редакциясы дерекқор негізгі болып табылады. Деректер негізгі кілті болып табылады. Өйткені олар кестелер арасында байланыс ортаны
байланысты орнатады, иә, кестелер арасындағы. әрбір жазбаның бірге сәйкестендірілуін қамтамасыз етеді. Әрбір жазбаны сәйкестендіруді қамтамасыз етеді. Рахмет, үлкен отырыңыздар. Жақсы, тапсырмаларыңызды бағанам айтуым бойынша Google Дискта сіздерге сілтемелерін жібердім, WhatsApp желісіне сілтемелерін жібердім. Соған әр студент өздеріңіз кіресіздерде, өздеріңізді бағалайсыздар. Яғни сіздерге бүгін үй жұмысынан бөлек 3 тапсырма орындайсыздар. Ол 3 тапсырманың қорытындысын мына жерге балдық жүйемен өздеріңізді бағалайсыздар. Балдық жүйеге қалай келесіздер? Қазір сіздерде осы тапсырма бойынша, қазіргі мына фишбоун әдісіндегі тапсырма бойынша сіздер орындадыңыздар, қорытындысын қойдыңыздар, негізгі кілттерді бір-бірлеріңізге қарап сипаттап айтып бердіңіздер. Енді осы бойынша бір-бірлеріңізді бағалайық. Телеграм желісі сіздер қалай бағалайсыздар екі топты? Жасыл, қызыл, сары сіздерде 3 түс тұр. Біз жасыл түспен бағалаймыз. Жасыл түспен бағалаймыз. Көтеріп көрсетейік. Не себепті жасыл түспен бағалайсыздар? Бүгінгі тапсырманалар нақты әрі жақсы жауап беріп отырды. Өте тамаша, рахмет. Келесі TikTok желісі сіздер екі топты қалай бағалайсыздар? Мен жасыл түспен бағалаймын, өйткені екі топта белсенді және де қорытындысында және де типтердің негізгілерін жақсы айтып шықты. Жақсы меңгере алды, Жақсы, рахмет, үлкен. 3-ші топ бізде Instagram желісі. Сіздер екі топты қалай бағалайсыздар? Екі топты жақсы бағалаймыз. Өйткені ол өз ойларын жақсы жеткізе білдіріп, негізгі және сыртқы беттерді жақсы сипаттап берді. Өте тамаша, рахмет, үлкен. Осы бағаларыңызды сіздерге сілтеме арқылы кіріп, бір-бірлеріңізді, өздеріңізді бағалап отырыңыздар. Жақсы ғой, жиырма балдан қоясыздар, егер жақсы деген бал алсаңыздар. Жақсы, ары қаратай келесі кезекті тапсырмаға берсек, бізде бүгін автокөліктер деректер қоймасын орындайсыздар. Тура алдыңғы кестедегідей өрістерін енгізесіздер, мәліметтерін толтырасыздар. Автокөлік өздеріңіздің автокөлік деректер қоймасын құрасыздар. Ол жерде кестелерді, 3 кесте құрасыздар, кестені бір-бірімен өзара байланыстырасыздар. Жақсы, кезекті компьютерға отырып, орындасақ тапсырмаларды. Тапсырмаларыңызды аяқтап болсаңыздар, ортаға жиналсақ. Тәжірибелік жұмыстарыңыз бойынша бағанаға сілтемеге кіріп, бұл формда өздеріңіздің бағаларыңызды қойыңыздар. Жақсы, ары қаратай келесі тапсырмаға кезек берсек, енді сабағымызды қорытындылайық. Сабағымызды қорытындыламас бұрын Learning Out платформасында сіздерге тапсырма дайындап келдім. Осы тапсырмаға берсеңіздер, білімімізді бірге шыңдайық. Мәліметтер қорының негізгі объектісі бұл бізде Кесте. Жақсы, біреуіміз орнымыздан тұрып жауап берейік, Бізде ол жауап кесте болады. Жақсы, мәліметтер қорының негізгі объектісі бұл бізде кесте болып табылады. Өте тамаша, рахмет, отырыңыз. Жақсы, осы
мен жұмыс жасағанда дейді кестедегі барлық ақпаратты көре аласыз және ол көркем, көрнекі түрде беріледі. Мұнда мәліметтерді енгізуге және жоюға болады. Ол бізде форма. Тексеріп көрейік. Жақсы, рахмет үлкен. Келесі. Сұрыптау, есептеу, реттеу әрекеттерін жүргізуге болады. Нені көмегімен? Есеп. Біреуміз айтайық, басқа біреуміз? Есептің көмегі? Темалар, есептің көмегімен тексеріп көрейік. Жақсы, рахмет. Арнайы тілде жазылған макромандар жиыны. Бұл бізде бала теорияда өттік. Мен ойымша ол макрос. Макрос, көрейік. Жақсы, рахмет. Ақпаратты өңдеу процедураларының жиынтығы бұл бізде? Ол бізде модуль болады. Модуль, жақсы. Тексеріп көрейік. Жарайсыздар, өте тамаша. Яғни бүгінгі білімдеріңізді жақсы шыңдалған екен, рахмет. Жақсы, ағардай тағы да бір тест жүйесі бойынша сіздерге Google формда тест жұмысын жасап алып келдім. Ондай болса, соткаларымызды алып, тестқа жауап берсек. Сіздерге сілтемесі берілген, сол сілтеме бойынша кіреміз. Ат жөндеріңізді жазасыздар. Жақсы, ағардай жауап береміз. Осы берілген тест бойынша бағаларыңызды бағана Google формаға кіріп қойып отырыңыздар, өз-өздеріңізді бағалап отырыңыздар. Жақсы, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, ондай болса кері байланыс орнатайық. Бүгінгі сабағымыз жалпы сіздерге қалай ұнады? Сабақ барысында сіздер не игере алдыңыздар? Өздеріңізге қандай білім алдыңыздар? Сол бойынша кері байланыс орнатсаңыздар. Тембан, сізден бастайық. Шығыңыз ортаға. Шыққаннан кейін қайсысын басасыз көрсетіңіз. Мен жасылды болсам? Жасылды, Себебі бүгінгі сабақ маған қанша қатты ұнады, және де өзіме керек мәліметтерді жинақтай алдым. Өте тамаша, рахмет. Келесі Камшат, сізден. Мен де жасылды басым келеді. Себебі бүгін сабақ өте түсінікті, қызықты өтті, және де алған мәліметтер өте пайдалы болды. Өте тамаша, рахмет үлкен. Келесі. Жалғас, келіңіз. Мен де жасылды басым келеді. Өйткені бүгін бізде жақсы сабақ түсіндіре алды. Мықты болды, бәрі топтың бәрі мықты болды, белсенді болды, сол үшін маған қатты ұнады. Жақсы, рахмет үлкен сіздерге. Сабағымызды қорытындылай келе, бүгінгі бағаларымызды біліп алсақ, бұл жерде Адам Нұрлан 90, Камшатқа 90 алыпты, Жарас 80, Әділ 85, Елдар 86, Жарас 92, Ерасыл 85, Ерасыл 86, Нұрғиса 93 балдан алыпты. Өте тамаша, бүгінгі сабаққа өте белсенді қатыстыңыздар. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Жолдарыңыз әрқашан ашық болсын.